Қайырлы күн көрермендер, Көркем тоқыма каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін спицмен тоқылатын, көрінісі әдемі әрі нәзік, тоқылуы жеңіл, өрнек түрімен танысамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тоқыманың сызбасын жазып шықтым. Стопқа қойып немесе скриндап, мұқият қарасаңыздар, сіздерге тоқу жеңілірек болады. Өрнегіміз симметриялы болу үшін тоқымадағы ілгектердің саны 4-ке бөлінетін және оған тағы да бір қосымша ілгек болғаны дұрыс. Сызбадағы белгілерді түсіндіре кетейін. Тік таяқшалар оң ілгектерді, көлденең таяқшалар теріс ілгектерді білдіреді. Ағылшынның В әрпі тәрізді белгіленген бұл ілгекті тоқымастан іліп алу дегенді білдіріп тұр. Мұнда қарасаңыздар, В әрпі тәрізді ілгек екі қатар бойына ұзын болып созылып тұр. Демек, осы ілгекті екі қатар бойына тоқымай тек іліп алатын боламыз. Ендеше тоқымамызға кірісейік. Мен үлгі үшін бірнеше қатар тоқып алдым. Оң және теріс қатарлар тоқу арқылы лицевая гладь, яғни тоқыманың бір бетінде тек оң ілгектерден тұратын тоқыма тоқып алдым. Осы тоқыманың оң бетіне өрнегімізді түсіретін боламыз. Бірінші ілгекті іліп аламыз. Одан кейінгі үш ілгекті оң тоқитын боламыз. 1, 2, 3. Төртіншісін тек іліп аламыз. Тағы да үш ілгекті оң тоқитын боламыз. Міне 3. Төртінші ілгекті тоқымастан тек іліп аламыз. Үш ілгекті оң тоқимыз. Төртінші ілгекті тоқымай, оң қолымыздағы спицаға іліп алатын боламыз. Қатарымыз соңына дейін, міне үш ілгекті оң тоқимыз. Жиегіндегі ілгекті кромочная петляны теріс тоқитын боламыз. Және осылай қатардың басында тек іліп алып, соңында теріс тоқимыз. Тоқыманы бұрамыз. Бірінші ілгек тоқымастан іліп аламыз. Және үш ілгекті теріс тоқимыз. 2, 3. Бұрын тоқылмаған төртінші ілгекті осы жолда тоқымастан іліп аламыз. Ол сіздерге көрініп тұрады. Тоқылмаған ілгек басқалардан гөрі кішкене артында орналасып тұр. Бұны теріс бетінде өзгеріссіз іліп алып отыратын боламыз. Ілгектерін бәрін теріс тоқимыз. Үшеуін теріс тоқимыз да, төртіншісін іліп аламыз. Соңына дейін қайталайтын боламыз. Соңғы жиегіндегі ілгекті теріс тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз. Міне сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын, ілініп алған ілгектеріміз. Бұл жолы біз ешқандай өрнек салмаймыз. Бәрін оң тоқитын боламыз. Қатардың соңына дейін еш өзгеріссіз бұрын тоқылмай ілініп отырылған ілгекті де оң тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз. Және бұл қатарда барлық ілгектерді теріс тоқитын боламыз.
Міне көрермендер, біздің өрнегіміз тоқымамыздың оң бетінде айқын көрініп тұр. Жиегінен кейін 3 ілгекті оң тоқып алып, 4-ші ілгекті 2 қатар бойына тоқымағандықтан осындай көлемді өрнек пайда болады. Енді тағы да түсіруге кірісеміз өрнекті. Енді өрнегіміз симметриялы болып шығу үшін 1 ілгекті оң тоқимыз, 2-ші ілгекті тоқымай іліп аламыз. Одан кейінгі 3 ілгекті оң тоқимыз, 4-ші ілгекті тоқымастан іліп аламыз. 3 ілгекті оң тоқимыз, 4-ші ілгекті тоқымастан оң қолымыздағы спицаға іліп аламыз. Осылайша жалғастырамыз. Әрбір 4-ші ілгекті қатарымыздың соңында 1 ілгекті оң тоқимыз және жиегіндегі соңғы ілгекті теріс тоқитын боламыз. Тоқымамызды бұрамыз. Әдеттегідей 1 ілгекті оң теріс тоқимыз. Тоқылмаған ілгекті осы жолда тоқымастан іліп аламыз. 3 ілгекті теріс тоқимыз. 4-шісін іліп аламыз. Тоқымай тек іліп алатын боламыз. Ортадағы 3 ілгекті теріс тоқимыз. 4-шісін іліп аламыз. Соңындағы ілгек 1 ілгекті тоқып, сонда жиегіндегі ілгекті де теріс тоқимыз қатардың соңында. Осыдан кейінгі 2 қатарда барлығын оң, сосын теріс тоқып шығамыз. Міне көрермендер, бүгінгі өрнегіміз сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы уақытта әдемі бұйымдарымыздың сәнін келтіреді деп сенемін. Бүгінгі видео сабағым ұнаса, каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басыңыздар. Қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.